Ассаламалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы көкпардан 9-шы рет өтіп атқан халықаралық жарыстың кезекті күнгі ойындары. Сіздердің алдарыңызда Қырғызстан Республикасынан келген Ойқайың командасы мен Қазақстанның екінші құрама командасының арасында кездесуді тамашалайтын боласыздар. Ал құрметті көрермендер, қазақтың қанында бар ұлттық спортымыз көкпар ойыны қайтадан жанданып, Қазақстан ұлттық телеарнасында бізбен бірге болыңыздар. Мінекей, екі команданың ойыншылары қазір сіздерді команданың құрамында кімдер ойнап жатыр. Қырғызстан Республикасының Ойқайың командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Тимур Израилов, Амангелді Тұрдыбаев, Микаш Шаршембаев, Мирзат Османов, Айдын Сүйімбаев, Апас Балтабаев, Урмат Асанов, Батыр Асанов, Шержат Қарашбаев, Замир Жұматаев, Арнат Сүйіналиев құрамында. Қазақстанның екінші құрама командасы мына құрамында өнер көрсетеді. Жаныс Саев, Манарбек Дүйсенбиев, Құлажан Тоғайбаев, Жұлдызхан Тайырбеков, Ералы Тойшиев, Рауан Жарменов, Мұстафа Ертаев, Елдос Тлебалдиев, Бауыржан Айтмағамбетов, Арслан Қабжанов, Александр Пупенко және Бағлан Жарменовтер құрамында. Мінекей, екі команданың шабандоздары көкпар алаңындағы екі қазандықты айналып, қазір көкпар алаңының ортасында сәлемдесу тиісті. Мінекей, Қырғызстан Республикасының жалауын желбіретіп, Қырғызстан Республикасының шабандозы. Ал енді осы ойынға қазылық ететін төрешілер. Халықаралық дәрежедегі төреші Расул Чохоев, Қырғызстан Республикасы, және ұлттық дәреже төреші Зиябек Жеткеров және Сейдулла Жалиловтер. Мінекей, алаңда төрешінің белгісінен кейін ойын басталып та кетті. Ал енді осы жарысқа 7 мемлекеттің командалары қатысуда, құрметті көрермендер. Жарысқа қатысушы командалар екі топқа бөлінген. А тобы және Б тобы. А тобында Қазақстанның бірінші құрама командасы, Ресей және Өзбекстан, Монғолия командалары. Қазір Александр Пупенко әліп кетті. Серке Қазақстанның екінші құрама командасының шабандозы Александр Пупенконың тақымында. Бірақ өкінішке орай Серке көкпар алаңы сыртына шығып кеткен жағдайы бар. Ал Б тобында Қазақстанның екінші құрама командасы және Тәжікстан, Қырғызстан және Қытай мемлекетінің командалары. Мінекей, екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шықты. Арслан Қабжанов ақжалда, көріп отырсыздар. Арслан көтерді Серкені, мінекей, көріп отырсыздар. Серке Арсланның тақымында. Қырғызстандық шабандоз Асанов қазір жекпе-жекті ұтылып қалды. Көріп отырсыздар. Серке қазақстандық шабандоздардың тақымында. Ал енді осы екі топтағы командалар өзара өз топтарында айналмалы жүйеде бірін-бірімен кездесіп шығады. Оны сіздер білесіздер. Сол Б тобындағы командалардың ойыны қазір Арслан Қабжановтың тақымында Серке. Және Қырғызстан Республикасының командасы Арслан атынан түсіп қалды. Қараңыздар, Серке де Арсланның астындағы. Қазір мінекей Серкені көтеріп, Жұлдызхан Тайырбеков көтеріп басты. Серке Жұлдызханның тақымында. Командалық әріптесі Жұлдызхан Тайырбеков. Лазер атты сәйгүлікте Жамбыл облысының Әулиеата командасының шабандозы, белді шабандоздардың бірі. Ал Арслан Қабжанов Астана қаласының Тұлпар командасының ойыншысы болатын. Мінекей, Қазақстан құрама командасы осы Қазақстан Республикасындағы чемпионаттарда өнер көрсетіп атқан командалардың мықты деген шабандоздарынан жасақталған. Онда айтып отырайық, Қазақстанның бірінші құрама командасы және екінші құрама командалары. Серке Жұлдызхан Тайырбековтың тақымында. Қазандықтың төңірегіндегі қарбаласат, мінекей Жұлдызхан Тайырбеков командалық әріптесі қазір Ералы Тойшиевпен бірігіп алғашқы салымға қол жеткізді. Есеп 1-0. Ойынның 4-ші минуты. Жұлдызхан Тайырбеков 1975 жылы дүниеге келген
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Елтай елді мекені спорт шебері, Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы, мінекей ойын жалғасын табуда. Серкені тағда Қазақстан екі құрама командасының шабандоздары көтерді. Рауан Жарменов. Серке Рауанның тақымында. Рауан 1989 жылы дүниеге келген. Жастар арасындағы чемпионатта ысылып, төселіп, өзінің көкпар ойынының әдіс айласын жақсы меңгергендігін дәлелдеген Рауан қазір мінекей өзінің ағаларымен бірге Қазақстанның екінші құрама командасының сапында өнер көрсетуде. Серке әлі де сол Рауанның тақымында. Рауан Жарменов. Серкені басқан шабандозды көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығару әдіс айласын Қырғызстан Республикасының ойқайын командасының шабандоздары қолдануда, бірақ одан ешқандай нәтиже шығар емес. Көріп отырсыздар, Серкені қазір командалық әріптесіне ауысып жіберді. Өкінішке орай Серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Мінекей ойын қызықты да тартысты өтуде. Ал енді Қырғызстан Республикасының ойқайын командасына тоқтала кететін болсақ, команданың жетекшісі әрі жанашыры Әлімқұл Сатыбалдиев деген азамат. Мінекей осы Қазақстанда өтіп атқан жарыстардың барлығына бірдей атсалысып келіп, осы командасын жасақтап Қырғызстан Республикасының Талас облысынан негізінен команда. Мінекей кезекті жекпе-жек. Бұл жолы Жұлдызхан Тайырбеков мінекей Серкені көтеріп тақымына басып жатыр. Қырғызстандық шабандоз аттың мойнынан асылып, қазір сол Серкені қалайда шығарып алуға тырысуда, бірақ одан ешқандай нәтиже жоқ. Ол Урмат Асанов. Команда құрамында ағайынды Асановтар өнер көрсетуде. Ойқайын командасының Урмат Асанов 7-ші нөмірде және Батыр Асанов ағайынды Асановтар. Мінекей ойын қыза түсуде. Серке әлі де сол Жұлдызхан Тайырбековтың тақымында. Жұлдыз Қазақстан Республикасының 6 дүркін чемпионы. Осы Жамбыл облысының Әулиеата командасының сапында. Сонымен бірге бірнеше халықаралық жарыстарда өнер көрсеткен шабандоздың бірі Жұлдызхан. Мінекей лазер атты сәйгүлікпен қазір Жұлдызхан Тайырбеков кезекті шабуылды бастауға тиіс. Бірақ өз кезегінде мінекей қазандықтың төңірегінде мінекей салым, құрметті көрермендер, көріп отырсыздар. Қазір қазандыққа жақындаған сәтте командалық әріптесімен бірігіп Жұлдызхан Тайырбеков келесі салымға қол жеткізді. Есеп 2-0. Ойынның бірінші бөлігінің 8-ші минуты болады. Міне көріп отырсыздар ма? Командалық әріптесі қазір көмектесіп. Жаныс Саев, команданың ардагер шабандозы. Жаныс Саев. Сынау 1997 жылы Европаның төрінде бүкіл дүниежүзілік ат спорт фестивалінде Қазақстан құрама командасының сапында өнер көрсеткен азамат Жаныс Саев. Мінекей әзірде сол ат үстінде жүріп, өзінің інілеріне көкпардың қыр-сырын үйретіп жүрген жағдайы бар. Мінекей Серке кіші шеңберде кім көтерер екен? Серке 1 минуттың ішінде көтерілуге тиіс. 1 минуттың ішінде Серке көтерілмесе, алаңдағы төреші ойынды тоқтатып, Серкені көкпар алаңындағы үлкен шеңберлерге тастатады да, екі командадан бір-бір шабандозды ортаға шақыратын болады. Мінекей қазір Серке ат тұяғына жаншылып кіші шеңберде жатқан сәті Серке қазір көтерілді. Тағы да Қазақстан екі құрама командасының шабандозы Елдос Тілебалдиев көтерді. Мінекей Елдос Тілебалдиев Алматы облысы командасының шабандозы. Туып өскен жері Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қырғауылды елді мекені. Мінекей Елдос Тілебалдиев Досай атты сәйгүлікпен қазір қазандықтың төңірегінде, бірақ қырғызстандық 3-1 шабандоз Елдосты қазандыққа жібермей жатқан жағдайы бар. Мінекей
Көкпар ойын тамашалап отқан көрермендерде де шек жоқ. Көріп отырсыздар, қазандықтың төңірегінде не істер екен? Мінекей кезекті салым Елдос Тілебалдиев ойынның бірінші бөлігінің 10-шы минуты Досай атты сәйгүлікпен Елдос Тілебалдиев келесі салымға қол жеткізді. Елдос та жастар арасындағы чемпионатта ысылып төселген шабандоздың бірі. Алматы облысы Қарасай ауданы Қырғауылды елді мекенінің тумасы. Алматы облысының құрамында өнер көрсетеді. Есеп 3-0. Мінекей алаңдағы төрешінің белгісінен кейін ойын жалғасын табуда. Шеңбердегі Серкені көріп отырсыздар. Мінекей қырғызстандық шабандоз бүркітші шүйіліп Серкені іліп кеткен болатын. Өкінішке орай көрдіңіздер, Серкенің жүнінен ұстап көтерген болатын. Серке түсіп қалды. Серкені қайтадан қырғызстандық шабандоздар көтерді. Өкінішке орай Серке көкпар алаңның сыртына шығып кеткен жағдайы бар. Расул Чухоев алаңдағы бас төреші. Мінекей Қырғызстан Республикасының төреші, халықаралық деңгейдегі төреші. Қазір Арслан Қабжанов. Мінекей Арслан Қабжанов Серкені көтеріп, аттың төсінен айландырып, оң тақымына қарай асырып шығарған жағдайы бар. Мінекей қазір Серкені 7-ші нөмірде Мұстафа Ертаев тақымына басып алды. Серке Мұстафаның тақымында. Мұстафа Ертаев, мінекей Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы, қазір Астана қаласының Тұлпар командасының құрамында өнер көрсетуде. Ал туып өскен жері Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы. Серкені қазір Айдын Сүйінбаев тартып алды. Қырғызстан Республикасының мықты шабандоздарының бірі Айдын Сүйінбаев 5-ші нөмірде. Мінекей Айдын жеке қазандыққа шыққан сәтін көріп отырсыздар. Айдынның астындағы бүрен қасқа сәйгүлігі Айдынды жеке қазандыққа алып келе жатыр. Не істер екен, бірақ Қазақстан құрама командасының шабандоздары да қуып жетіп қазір Айдынның тақымындағы Серкені тастап кетуіне мәжбүр етті. Серке мінекей көкпар алаңының сыртына шығып кеткен екен. Қазір кезекті жекпе-жек Арслан Қабжанов. Мінекей тағы да Серкені Арслан ілді. Батыр Асанов бұл жолы тағы да ұтылды. Кезекті жекпе-жекте мінекей Серкені қазір Александр Пупенкаға ауысты. Александр Пупенка орыс ұлтының азаматы, қазақтың қанында бар, төл спортымыздың жандануына атсалысып, осы спорттың деңгейінің көтерілуіне атсалысып жүрген азаматтың бірі Александр Пупенка. Мінекей көріп отырсыздар, боз айғырдың үстінде Александр не істер екен? Тақымында Серкені шығарып, қазандыққа жеке келген Александр, аят деген ай. Серкені қазанға лақтыру сәтінде мінекей Александр Пупенканың салымы. Құрметті көрермендер, көріп отырсыздар, ойынның бірінші бөлігінің 15-ші минуты Александр Пупенка келесі салымға қол жеткізді. Александр Пупенка мінекей Ақмола облысының Қараөткел ауылында дүниеге келген. Астана қаласының Тұлпар командасының ойыншысы. Мінекей көрдіңіздер, қазір қазандықты қалай Сашаның бағындырғанын сіздер көрдіңіздер. Алғашқы жағдайда Серкені лақтыра алмай қазандықтың жанынан өтіп кеткен болатын. Екінші, мінекей көріп отырсыздар, астындағы атының да сол машық екен қазандықтың жанынан сол Александрға Серкені тастауға мүмкіндік жасап. Есеп мінекей көріп отырсыздар 4-0 Қазақстан 2 құрама командасының пайдасында. Тағы да Серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті.
Кезекті жекпе-жек көріп отырсыздар. Арслан Қабжанов және Батыр Асановтың арасындағы. Әзірге жекпе-жектің барлығын Қазақстанның екінші құрама командасының шабандозы Арслан Қабжанов пен Жұлдызхан Тайырбековтің жеңісімен аяқталып жатқанын сіздер көріп отырсыздар. Қазіргі жекпе-жек тағы да Арслан астындағы ақжал атты сәйгүліктің ыңғай жасауының арқасында Серкеге еңкеюде, бірақ Серке 2 минуттың ішінде көтерілуге тиіс. 2 минуттың ішінде Серке көтерілмесе, алаңдағы төреші мінекей көріп отырсыздар, екі шабандоздың 2 минут уақыты бітті. Келесі шабандозды ортаға шақырды, екі шабандозды мінекей көріп отырсыздар. Жұлдызхан Тайырбеков. Қазақстан екі құрама командасының шабандозы. Және қырғызстандық шабандоз Урмат Асанов 7-ші нөмірде. Ағайынды Асановтар жекпе-жекке шығып жатқан. 7-ші нөмірде Урмат, 8-ші нөмірде Батыр Асанов. Бірақ өкінішке орай Қазақстан құрама командасының шабандоздары бұл жекпе-жектерде мерейі үстем болып атқан жағдайы бар. Мінекей қараңыздар, Жұлдызхан Тайырбековтың астындағы лазер атты сәйгүлік қарсыласын Серкеге жібермей, қақпайлап, денесімен жауып тұрған жағдайы бар. 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде Серке көтерілмесе, алаңдағы төреші келесі екі шабандозды шеңбердің ортасына шақыратын болады. Мінекей көріп отырсыздар, уақытқа ойнап жатқан шабандоз 2 минут уақытысы бітті. Енді ортаға қазір Арслан Қабжанов шығуы мүмкін. Мінекей ақжал мен Арслан Қабжанов және Батыр Асанов. Серкені Арслан Қабжанов білді. Мінекей көріп отырсыздар, астындағы сәйгүліктің ыңғайының арқасында, ықпал жасауының арқасында Серкені командалық әріптесіне ауысты. Командалық әріптесі қазір Серкені Мұстафа Ертаев не істер екен? Серке Мұстафаның тақымында. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт. Мінекей көріп отырсыздар, келесі салым Мұстафа Ертаев ойынның бірінші бөлігінің соңғы минутында кезекті салымға қол жеткізді. Есеп 5-0. Мұстафа Ертаев спорт шебері, Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы. 1979 жылы дүниеге келген, Жамбыл облысының Жуалы ауданының тумасы. Мінекей құрметті ағайындар, ойынның бірінші бөлігі аяқталды. Есеп 5-0. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігі де алаңдағы төреші Расул Чоқоевтың белгісінен кейін басталып та кетті. Есеп 5-0. Ойынның 4-ші және 8-ші минуттарында Қазақстан екі құрама командасының белді ойыншысы Жұлдызхан Тайырбеков 2 салым саса, ойынның 10-ші минутында Елдос Тлебалдиев, жас шабандоз, және ойынның 15-ші минутында Александр Пупенко, және ойынның 20-ші минутында Мұстафа Ертаевтар салым салып, бір-бірден қазір Қазақстан құрама командасының жеңіске жетелеуде. Мінекей қазір Серкені Қазақстанның екінші құрама командасының шабандозы Дәулет Омбаев. Серке Дәулеттің тақымында. Өкінішке орай Серкені тастап кетті. Мінекей қырғызстандық шабандоздар Серкені көтеріп тақымына басып алды. Серке тағы да көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, осы қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынының жанданып, қанатын кең жайып, қазір Қазақстан Республикасының
10-шы чемпионаты өтті. Оны сіздер жақсы білесіздер. Сонымен бірге жастар арасындағы чемпионаттарымыз, сонымен бірге бірнеше халықаралық деңгейдегі жарыстарымыз өтуде. Ал енді келешекте осы қазақтың төл спорты, көкпар ойынын Азия, Орта Азия көлемінде ұйымдастырып, үлкен жарыстар, қазірде мінекей 7 мемлекеттің басы қосқан халықаралық жарыс өтуде. Ал енді Азия біріншіліктері өтсе, Азияның чемпионаттары, Орта Азия кубогы, сонымен бірге осы көкпар ойын әлем деңгейіне шығарсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Мінекей, сол көкпар ойынымызды, сол жоғары деңгейге шығару мақсатында жұмыстар жасалынып жатыр. Мінекей осы жарыстың өтуінің өзі 7 мемлекеттің бас қосып, соның бір себебі, мінекей көріп отырсыздар, қазір Арслан Қабжановтың тақымында серке. Ал енді ойын жалғасын табуда. Серке көкпар алаңына түсіп қалды. Бұл серкені кім көтерер екен? Ат тұяғына жаншылып жатқан серкені көріп отырсыздар. Мінекей серкені қазір Александр Пупенко көтерді. Қазақстанның екінші құрама командасының белді ойыншыларының бірі Александр Пупенко. Астана қаласының Тұлпар командасының ойыншысы. Мінекей қараңыздар, серке Александрдың тақымында. Атының басын ұршықша иірген Александр, мінекей көріп отырсыздар, тақымындағы серкені ешкімге ұстатпай, өзі қазандыққа жеке келді, бірақ өкінішке орай серкені қазандыққа тастау да керек. Әдіс айла тәсілі. Мінекей қазір командалық әріптесімен бірігіп серкені қазандыққа тастаған болатын, бірақ қырғызстандық шабандоздар серкені қазандықтан тартып алып тақымына басып кеткен жағдайы бар. Мінекей көріп отырсыздар ма? Қырғызстан Республикасының 4-ші нөмірдегі шабандозы Мирзат Османов қазір қауіпті сәтте серкені тартып алып, тақымына басып алды. Мінекей қырғызстандық шабандоздар қазір серке Айдын Сүйімбаевтың тақымында екен. 5-ші нөмірде мінекей Айдын Сүйімбаев не істер екен? Командалық әріптесімен бірігіп, әят деген ай, серкені қазандыққа тастау әдіс айла тәсілі. Қазір Айдын серкені қазандыққа тастай алмады. Қазір Ералы Тойшиев серкені тартып алып, тақымына басып кетті. Шалғасқа атты сәйгүлікпен Ералы Тойшиев. Мінекей көріп отырсыздар, жеке қазандыққа келе жатқан сәті Ералы не істер екен? Мінекей қазандықтың төңірегінде атының басын қайырып, тақымындағы серкені ешкімге ұстатпай, қазір қырғызстандық шабандоз Амангелді Тұрдыбаев серкеге жармасқан болатын. Бірақ серке әлі де сол Ералының тақымында. Ералы не істер екен? Қазандыққа қарай тағы да шауып шыққан Ералы. Аят деген ай, серкені көтеруін көтерді, бірақ қазандық Ералының оң жағында қалып қойды. Көріп отырсыздар ма? Егер қазандықтың мінекей Ералы Тойшиев қазір командалық әріптесі Мұстафа Ертаевпен бірігіп келесі салымға қол жеткізді. Ералы Тойшиев 1980 жылы Сайрам ауданы Ақтас ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы. Астындағы сәйгүлігі Шалғасқа атты сәйгүлік. Аттың иесі Ғани Ахметбаев. Мінекей көріп отырсыздар, Мұстафа Ертаевтың көмегімен қазір қазандықты бағындырған сәті. Ойынның 2-ші бөлігінің 6-ші минуты. Ералы Тойшиевтің салымы есеп 6-0. Қазақстан 2 құрама командасының пайдасында. Мінекей шеңбердегі серке көтерілмей ат тұяғына жаншылып жатқан сәті. Мені кім көтереді деген сыңай білдіргендей, оны
Екі команданың шабандоздары да сол Серкені көтеруге ыңғай жасауда, бірақ өкінішке орай көріп отырсыздар, Серке. Ал енді сол аттың үстінде тұрып 33 килограмм салмақ Серкені көтеру екінің бірінің қолынан келе беретін іс емес. Мінекей, нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны Мұстафа Ертаев көтерді қазір. Өкінішке орай Серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Ал енді осы жарысты өткізіп жатқан Оңтүстік Қазақстан облысы спорт басқармасы, сонымен бірге Оңтүстік Қазақстан облысы ат спорт федерациясы және Оңтүстік Қазақстан облысы ұлттық спорт мектебі екенін айта кеткім келіп отыр. Ал енді осындай бірнеше жарыстар өтіп жатқан жағдай бар. Осы жаңа мен айтып өттім, қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынын келешекте Азия көлемінде әлемге шығарсақ па деген ниеттеміз. Мінекей сол тұрғыда жұмыстар жасалуда. Қазір Жаныс Саев басқан Серке тақымында, бірақ өкінішке орай Жаныс Саевты көкпар алаңының сыртына шығарып жіберді. Әдіс айла тәсіл. Жаныс Саев, мінекей команданың ардагер шабандозы. Жаңа мен Жаныс жөнінде айтып кеттім. Сноу Европада 1997 жылы бүкіл әлемнің 24 мемлекетінен жиналған ат спорт фестивалінде Қазақстан құрама командасының сапында өнер көрсетіп қайтқан шабандозымыз Жаныс Саев Ақбақай атты сәйгүлікте Әбен Ақсақалдың сәйгүлігі. Мінекей қазір Урмат Асанов Серке Урматтың тақымында. Көкпар алаңының ортасында Урмат Асанов, мінекей қараңыздар, қазір қасында Айдын Сүйінбаев, қабаттасып екеуі қазандыққа келе жатқан сәті. Не істер екен? Қазақстан құрама командасының шабандоздары қалайда қазандықтарын аман сақтап қалуға тырысу керек. Бірақ қазандықтың жанына жақындап келген қырғызстандық шабандоздар Айдын Сүйінбаев қазір Урматтың атының тізгінінен ұстап жетектеп қазандыққа қарай алып келе жатыр. Қазір мінекей көріп отырсыздар, Амангелді Тұрдыбаев та сол жерде. Мінекей бірінші нөмірде Амангелді Тұрдыбаев. Бағлан Жарменов қазір атын көлденең қойып, қарсыласын қазандыққа бармауына кес-кестеп барғызбай тұрған жағдай бар. Мінекей, көріп отырсыздар, Серке қазір түсіп қалды. Мінекей Серкені тағы да Александр Пупенко ілді. Серке командалық әріптесіне ауысты. Серкені командалық әріптесі қазір Серкені алып тақымына басып алды. Мінекей көріп отырсыздар, Қазақстанның екінші құрама командасының шабандозы өкінішке орай Серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек кімдер шығар екен? Арслан Қабжанов Ақжалмен, мінекей көріп отырсыздар, және Батыр Асанов. Жоқ, кешіріңіздер, қазір мінекей қараңыздаршы, еңкейген сәтте Серкеге ұмтылған қырғызстандық шабандоз
Арслан Қабжановтың атынан түсіп қалуына мүмкіндік жасады. Бірақ қазір төрешінің ысқырығы мінекей. Жетінші нөмірде Мұстафа Ертаев екен. Мұстафа Ертаев қазір 2 минутқа қарамарға отырғызылды. Ережеге жат қылық жасағаны үшін. Мінекей қазір қырғызстандық шабандоздың әдісайла қолданғаны дұрыс. Ешқандай жерде өрескел қателік кеткен жоқ. Бірақ қазір атына қайтадан қарғып мінген Мұстафа Ертаев ережені бұзып, қырғызстандық шабандоз қазір көтерді серкені Батыр Асанов. Бірақ Батыр Асановтың үстінен қапсыра құшақтап ұстаған Рауан Жарменовті көріп отырсыздар. Өкінішке орай қарсыласының кеудесінен, киімінен ұстауға болмайды. Төреші де соған ескерту жасады білем. Қазір серке қырғызстандық шабандоздардың тақымында. Өкінішке орай серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Мінекей құрметті көкпардың жанашырлары, мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы көкпардан халықаралық 9-шы рет өтіп жатқан жарысты тамашалап отырсыздар. Жарысқа 7 мемлекеттің командалары қатысуда. Олар Ресей, Өзбекстан, Монғолия, Тәжікстан, Қырғызстан және Қытай және Қазақстан мемлекетінің командалары. Командалар 2 топқа бөлінген. 8 команда. А тобында Қазақстанның бірінші құрамасы және Ресей, Өзбекстан және Монғолия командалары. Б тобында Қазақстанның екінші құрама командасы Тәжікстан, Қырғызстан және Қытай мемлекетінің командалары. Мінекей қырғызстандық шабандоздар қазір Айдын Сүйінбаевтың тақымында. Серке 5-ші нөмір Айдын Сүйінбаев команданың белді мықты ойыншыларының бірі. Бірақ Айдынның тақымында серкені қазір қазақстандық шабандоздар тартуда. Өкінішке орай одан ешқандай нәтиже шығар емес. Мінекей Айдын Сүйінбаев командалық әріптесімен бірігіп қарымта салым салды. Ойынның екінші бөлігінің 16-шы минуты, яғни 36-шы минутта Айдын Сүйінбаев 1982 жылы дүниеге келген спорт шебері. Астындағы сәйгүлігі Шыңғысхан. Мінекей Айдын Сүйінбаевтың қарымта салымын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Есеп 6-1. Мінекей алаңдағы төрешінің белгісінен кейін ойын жалғасын табуда. Ал енді құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Ал енді осы қазақтың төл спорты көкпар ойыны жөнінде мен тағы да мағлұмат бере кетейін сіздерге. Ал енді осы көкпар ата-бабамыздан мирас болып бізге қалған үлкен дүние. Әзірде осы көкпар шабылып жатыр. Ал енді мына оңтүстік өңірінде жаппай көкпар дейді, үлкен додалы көкпар. Ол күз айында басталып, сол мамыр айында тоқтайды. Өйткені мамыр айында күн жылынып, оңтүстік өңірінде жұмыстың қызатын шағы, еңбектің ауылда ауыл шаруашылығы жұмыстары, яғни егіс, көкөніс дегендей. Ал енді қыс бойы көкпар шабылып шығады. Ал енді осы сіздердің алдарыңызда көріп отқандарыңыз командалық жүйеде көкпар. Осы командалық жүйеде көкпар қалай келді? Осы алғашқы командалық жүйеде көкпарды біз сол ережесін жазып, алғаш сол 15 шабандозды шығарып, ол 15 шабандозбен де шаптырып көрген болатынбыз. Оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданында алғашқы семинар өтіп қыс айында. Сол семинарда омбы қардың үстінде осы ұлттық спортымыздың командалық жүйеде қалай болады деген үлкен семинарын өткізіп, Қазақстанның барлық облыстарынан
осы көкпардың төңірегінде жүрген азаматтардың, шабандоздарды, жаттықтырушыларды жинап үлкен семинар өткізген болатынбыз. Содан кейін сол семинарда келісіп, ол шабандоздардың санын 12-ге түсірдік. Одан бұда көп болады екен деп 10-ға түсірген болатынбыз. 10-нан 7-ге түсірдік. 7 шабандоз. 7 шабандоз да көптік қылды. Негізі құрамда 5 шабандоз өнер көрсетеді деп сол ережені жазып, бәрін бекіткен болатынбыз. Қазақстан Республикасының 2001 жылы алғашқы бірінші тұңғыш чемпионаты Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында өткізген болатынбыз. Міне Қазақстан құрама командасының шабандоздары шабуылда, өкінішке орай Серкені қазір қырғызстандық шабандоздар қазандығын аман алып қалды. Александр Пупенко атынан түсіп қалған жағдайы бар. Мінекей Серкені қазандыққа тастау сәтінде. Бірақ көкпар ойыны нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны екенін білесіздер. Мінекей қазір Александр Пупенко атына қайтадан қонды. Ал енді содан бері Қазақстан Республикасының чемпионаттары жыл сайын өтеді. Қазақстан Республикасының жастар арасында чемпионат өтіп жатқан жағдайы бар. Ал енді арнайы ереже бойынша барлық облыстарда ұлттық спорт мектептері ашылып, сол ұлттық спорт мектептерінде арнайы жаттықтырушылардың жұмыс істеп жатқан жағдайы бар. Мінекей қазір халықаралық деңгейде жарыс 7 мемлекеттің шабандоздарының бас қосқан мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы 9-шы рет өтіп атқан халықаралық жарыстан тамашалап отырсыздар. Мұстафа Ертаев қазір және 7-ші нөмірде Урмат Асанов. Екі жетіліктің арасындағы жекпе-жек, өкінішке орай алаңдағы төреші ысқырық беріп, екі ойыншыны жаңа тың ойыншымен ауыстырған сәтін көрдіңіздер. Мінекей алаңдағы төрешінің ысқырығы, құрметті көрермендер, ойын аяқталды. Есеп 6-1 Қазақстанның екінші құрама командасының пайдасына шешілді. Ал енді осы қазір сіздер Жаныс Саевтың, мінекей сонан кейін ойынның екінші бөлігіндегі Айдын Сүйінбаевтың салымын көрдіңіздер. Мінекей құрметті көрермендер, ойын барысында қызықты сәттерден үзінді беріп жатқан режиссердің көріністерін көріп отырсыздар. Қызықты сәттер, мінекей көріп отырсыздар. Жаңа кезекті жекпе-жекте Мұстафа Ертаевтың атынан түсіп қалған сәтін көрдіңіздер. Ал енді осы жарыстың басы қасында, осы жарысты жоғары деңгейде өткізуге атсалысып, осы ұлттық спорттың деңгейін көтерілуіне атсалысып отырған Қазақстан Республикасы спорт министрлігі, сонымен бірге Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы және Қазақстан Республикасының көк бөрі қауымдастығы екенін айтып кеткім келіп отыр. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы, әскери патриоттық және спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше, ағайын, қос сау болыңыздар.